Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Танысып қояйық сізбен. Сабина. Сабина, кішкентай Сезім. Сезім, иә? Жиеніңіз дедіңіз бе? Аха. Жиеніңіз, иә? Сабина, мерекеңізбен. Рахмет. Сізге мына таксиға мінгеніңізге бір жеңілдік жасайын деп тұрмын мен. О. Бірақ тегін емес, тегін ірімшік тышқан қаққанда болады деушім еді. Иә. Сізде екі таңдау бар. Біреуі маған анекдот айтып беру. 3 анекдот айтып берсеңіз тегін осы жерге, баратын жеріңізге тегін барасыз. Үшеуіне де күлсем. Жарайды, біреуіне ғана күлейін, қалған екеуіне күлмей ақ қояйын, 50% жеңілдік беремін. Енді тағы бір шарт, біз өзіміз Қарағандылық болғаннан кейін, Қарағанды қаласы жайлы 3 сұрақ қоямын. Таңдайсыз, 3 анекдот айтасыз ба, жоқ? Қарағанды жайлы 3 сұрақ қояйын ба? Анекдот болсын. Анекдот болсын ба? Не істейміз? Қайда оқисың? Қайда жұмыс істейсің еле? Қарағанды мемлекеттік университетіне оқимын. Бөкетов атындағы 3-ші курс студент болсаң, сендерде анекдот көп айтылады деп ойлаймын. Бос отырған кездеріңде, тағы басқада. Қандай пән? Қандай факультет дедің? Экономика факультетінде, әлемдік экономика мамандығы. Сонда сіз қазір бізге экономический анекдоттар айтасыз ғой? Жоқ. Жақсы. Ойыма кеп тұрғаны бір 2 ғана бар. Оны тыңдап көрейік, мүмкін 50% жеңілдік алып боларсыз, иә. Ал, бастаймыз ба? Бастай берейік. Бір күні жындыханада болған оқиға. Жындыхананың дәрігерлері бары келісіп ақылдасып отырып айтады екен, осыларды тексеріп көрейік, ауруханадан шығаруға деп жазылған шығар мүмкін деп. Актовый залға барады да бүкіл орындықтар бояп қояды. Сосын жындыханаларда концертке шақырады. Сосын жаңа жындылар келіп, бәрі орындыққа отыра қалады. Біреу ғана келіп газет жайып отырып жатыр. Сосын дәрігерлер қуан кетіп тақалып сұрайды: сіз жазылып қалыпсыз, сіз не себепті бұл жерге газетті жайдыңыз десе, айтатын көрінеді, биік болсын деп дейді. Биік болсын деп? Биік. Сәпсін жындының сөзі емес анау. Мен күлген жоқпын. Жақсы, екінші анекдотыңыз, мен сізге сонда да 50% жеңілдік жасайын. Әлде 2 сұрақ қойын ба? Бір анекдот айттыңыз. Бір анекдот. Қарағанды, жаңа біздің темамыз Қарағанды болады дедік қой бүгін. Қарағанды қаласы қай жылы құрылды? 1934 жылы ақпан айының 10 күні қала деген статус берілді. Бәрекелді. Оны қайдан білесіз? Мектепте оқыдыңыз ба? Жоқ, әлде анау 40-ші анда өтіп бара жатқан кезде не тұр? Монумент сол жерде. Иә. Соны көп адам көрмепті екен. 40-ші автобуспен өтіп бара жатқан кезде. Тағы басқа да автобустар бар. Постоянно сол жерден оқисыз. Әйтпесе мектепте мұғалімдер оқытқан жоқ дейсің ғой. Есімізде қалмайды. Осыны оқытыңыздар, құрметті мұғалімдер, қарағандылық болсаңыздар. Жақсы. Ал, онда екінші сұрақты қоямыз. Сізде қазір 50% жеңілдік бар. Мұна екінші осы сұраққа жауап берсеңіз де, бермесеңіз де 50% жеңілдігіңіз бар. Күймей ақ қойсын, бүгін мереке болғандықтан. Жақсы ма? Ал егер бұның жауабын тапсаңыз, тегін. Жақсы, 50% жеңілдіктің өзі жақсы. 50% жеңілдіктің өзі жақсы ма? Жақсы, олай болса, Қарағандының көмірін ең алғаш тапқан кім? Аппақ Байжанов. Бәрекелді. Қарағанды облысының алдында көмір ұстап тұрған ол кісінің музейдің алдында. Сен барлығын ескерткіштермен біледі екенсің, е? Иә. Оған енді тарих мұғалімім апарған. Жақсы. Тарих мұғаліміңізге кім? Есімі кім? Құлжанбай. Құлжанбай ағай, сізге рахмет, осындай тамаша шәкірт тәрбиелеп. Бізді музейге апарып, таныстырған, ең алғаш көмірді тапқан Аппақ Байжанов. Қай мектепте оқыдың? 61-ші мектеп. 61-ші мектептің мұғалімдеріне және директорына алғыс білдіреміз. Мінекей біздің осы 3 күннен бері жүріп жатқан бағдарламамызда ең бірінші толық қанды жеңімпаз бар. Жеңісіңізбен және мерекеңізбен құттықтаймыз. Біз сізден бүгін ақша алмаймыз. Жолыңыз болсын. Рахмет сіздерге.